Барлығыңызға сәлем. Ой өрнегі каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Аружан Қуатханова. Бүгінгі біздің қарастыратын мәселеміз Қазақстандағы жасөспірімдер арасындағы суицид. Қазіргі таңда әлемді мазалатқан мәселелердің бірі қанды қырғынсыз өздерін өздері өлтіріп жатқан тағы бір дерт оңалмай тұр. Ол суицид. Әсіресе қазіргі қоғамның арасында жасөспірімдер көш бастап тұр. Жасөспірімдер неге бұл жолды таңдады? Не себеппен? Суицидке не үшін барады? Бұл дерттен қалай оңаламыз? Тығырықтан шығудың амал тәсілдері қандай? Буллинг суицидтің бастауы ма? Буллинг жасаушылардың санын қалай азайтамыз деген сұрақтарға осы видео баянымызда жауап беретін боламыз. Статистика жайлы айтатын болсақ, Қазақстанда жасөспірімдер өз-өзіне қол жұмсауды күшейте түсуде және де суицид саны жылдан жылға көбеюде. Жалпы психологтардың мәліметіне сүйенетін болсақ, нақты жағдаймен салыстырғанда ресми сандар өте төмен бағаланған дейді. Жалпы 2020 жылы Қазақстанда өз-өзіне қол жұмсаған жасөспірімдердің саны 180 адамға жеткен болатын. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 6,7%-ға өсті. Суицид оқиғалары орын алған қалалар тізімі жайлы айтып кететін болсам, Түркістан облысы көш бастап тұр, яғни бірінші орында. Екінші орында Алматы облысы тұр, үшінші орында Жамбыл облысы, одан кейін Шығыс Қазақстан облысы, одан кейінгі Қарағанды және де Маңғыстау облыстары, ең соңғы төменгі орында тұрған Ақмола және де Атырау облыстары болып табылады. Осы тақырыпқа орай буллинг жасаушы мен буллингтан жәбір көрген азаматтармен сұхбаттасқан болатынбыз. Бұл адамдар өзін жасырын түрде қалуын өтінген болатын. Мен жәбірлеушілердің айтқанын орындауға мәжбүр болдым, олар мен қорқытып ақшамды алып қоятын. Қарсыласып көрдім, бірақ ол қарсыласқан сайын бір-екеуі жау ұрып кететін мен. Оларға айтуға ұялдым, өйткені мен жоғос балдар мазақтайтын еді. Мен өзімнің күшті екенімді көрсеткім келді, қатарластарымның аудан балаларының арасында сыйлы болуды қаладым. Сол кезінде білмедім, бірақ кейіннен түсіндім. Бар, ешкімді қорқытпауларыңды сұраймын. Барлықтарын тең дәрежеде өсуге құқыларың бар. Сол үшін барлығын бірге бір үйдің баласындай тату-тәтті дос болыңдар. Бір адамды қорқытып, оның өмірін бұзудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен бүгін Хорст Каспердің Смоуп атты сауалнамасын өзімнің мектебімдегі 10-шы сынып оқушыларынан сауалнама алуға келдім. Сауалнамаға барлығы 13 бала қатысты. Оның ішінде 7-еуі ұл, 6-ы қыз. Оқушылардың көпшілігіндегі мәселе сынып ішінде балалар бірін-бірі тыңдамауы, ішінара сөзбен қорқыту, мысқылдап тиісу, бөтен адамдардың алдында ыңғайсыз күйде қалдыру, бірін-бірі жайлы өтірік әңгіме айту сынды. Бұл да буллинг. Кейбір балада осы жақында пайда болған, тіптен кейбіреуінде 2 жыл бұрын басталған екен. Ең бастысы, көпшілік оқушы бұл мәселе жайлы ешкімге айта алмайды және айтатын адамның болғанын да қаламайды. Бұл мәселе тек бір мектептің мәселесі емес, ол бүкіл Қазақстанның мәселесі екенін естен шығармайық. Бұны қалай шешуге болады? Әрине, көптеген жұмыс мектеп психологіне артылады. Оқушылардың әрқайсысымен жұмыс жасалынса, мектепте тек бір педагог-психолог емес, еңбек өтілі бар, немесе жаңадан бітірген мамандармен қамтылса, әр апта сайын түрлі сауалнамалар алынып, оқушылардың жай күйін білсе, мүмкін Қазақстанымыздағы жасөспірімдер арасындағы суицид жойылар ма еді? Ерлік білектің күшімен өлшенбейді. Ол басқа түскен тағдырды көтере білумен де шектелмейді. Нағыз ерлік өмірдің сан-санаулы сынағына қарсы тұрып, өзге емес өзіңді іштей жеңе білу. Қиындыққа сабыр қылып, арсыз істен аулақ болғанымыз жөн. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі. Өмір Алланың адамға берген ең үлкен нығметі және аманаты. Олай болса, аманатқа қиянат жасамай, өлшеулі ғана өмірімізді өнегелі өткізсек, ең алдымен өзіміз үшін пайдалырақ. Сондықтан қамшының сабындай қысқа өмірден ерте кетуге асықпай, әр нәрсені жасамас бұрын жақсылап ой елегінен өткізіп жасайық.